Ассаламу алейкум, құрметті партнерлар. Мынау қазір міне көп қарап отырсаңыздар, біздің қазақ халқында болсын, осы Есенгірде тұратын халықта көбінде ақша жоқ. Ақша жоқ. Анау қымбат, мынау қымбат. Ол енді рас. Енді оны мойындау керек. Бірақ оны көбейтуге болады екен, табысты көбейтуге болады екен. Қазір қарап отырсаңыздар, мынау қай мемлекет болса да айтып отыр ғой, күндеріңді өздерің көріңдер деп айтып отыр халыққа. Қалай көрсеңдер, олай көріңдер деп отыр. Сондықтан егер енді осы жалғанда, осы өмірде жақсы өмір сүріп кеткіміз келсе, енді осы мүмкіндіктен айырылмау керек. Енді әр жақ бер жақтың бәрін көріп жүрміз. Кім қалай бизнес жасап жатыр, яғни басқа традиционный болсын, кім қандай жұмыста істеп жүр айлыққа мысалы. Соның бәрін қарап отырмыз, көріп отырмыз. Қазір енді әр адам өзінің жағдайын жасау керек. Яғни қалай жасау керек. Енді оны бас қатыратын, осы күнге дейін басымызды қатырдық, қалай істейміз деп. Енді әртүрлі бизнестерді істеп көрдік. Сондықтан сіздерге, біздерге жақсы мүмкіндік келіп отыр. Осы Atomi'ден айырылмаңыздар. Бас кезінде кісі құрастыру, кісі табу бәрі қиын болуы мүмкін, бірақ одан да қиын заттар бар бұл өмірде. Ақшаң жоқ болса, дәрігерге бара алмайсың, дәрігер қарамайды, ақшаң болмаса. Ол енді ақшаң болмаса, мынандай жақсы киім ала алмайсың, ақшаң болмаса, жақсы тамақ іше алмайсың, ақшаң болмаса, жақсы үйде тұра алмайсың, ақшаң болмаса, үй ала алмайсың. Сондықтан оның бәрі шындық, одан ешкім қашып құтыла алмайды. Тек мына жерде бірақ мүмкіндік бар, өзіңді өзің сүйреп алға қарай алып шығуың керексің. Қалай алып шығу керексің дегенде, міне сіздерге Atomi келіп тұр. Atomi'ді пайдаланыңыздар. Екі қолмен жақсылап ұстап, осыны дамыту керек. Бұны дамытқанда қалай дамытамыз дегенде, өте қарапайым. Бәріміздің телефонымыз бар, бәріміздің аузымыз, құлағымыз бар, Құдайға шүкір. Соны пайдалануымыз керек. Осы телефон арқылы ғана жарнама жасап көп адамдар шақыруға болады. Сондықтан осы мүмкіндікті айырылмаңыздар. Заман күннен күнге қиындап бара жатыр. Ол кімге қиындап бара жатыр? Ол ақшасы жоқ адамдарға қиындап бара жатыр. Сондықтан ақшалы болуға міне мүмкіндік келіп тұр. Atomi'ден айырылмаңыздар. Сондықтан кісі топтаңыздар, кісі жинаңыздар. Бір жылдың көлемінде істесеңіздер, осы жерден жақсы табысқа шығасыздар. Бұдан артық басқа бизнестің көзін көріп тұрған жоқпын мен. Көп бизнестер келіп жатқандар көбі жаңағыдай финансовый пирамида, тағы да басқасы бар. Сондықтан құрметті партнерлар, шындық деп айту керек. Шындыққа тіке қарау керек. Сондықтан әне жақсы болады, ертең үкімет мен ананы береді, жақсы болады дегенді сенбеңіздер. Жақсы болмайды. Мен сіздерге айтайын. Сондықтан өзімізді сүйремесек, ешкім бізді сүйретпейді. Осы компанияны пайдаланыңыздар. Бұл жерде өздеріңіз көріп отырсыздар ғой. 11 жылдан бері қаншама миллионерлер шықты. 1,5 жылдың ішінде Қазақстанда қанша миллионерлер шықты. 1 жылдың ішінде Қырғызстанда қанша миллионерлер шықты. Россияда қанша миллионерлер шықты. Соның бәрін ол дәлел ғой. Дәлел осы компанияның жұмыс істейтіні, осы компания ақша беретіндігі, осы компанияның тауары сапалы екен, осы компанияның тауарынан қаншама адамдар дерттен құтылып жатыр, айырылып. Сондықтан бұдан артық бизнес таппайсыздар. Мен сіздерге сразу 100% гарантия айтайын. Сондықтан айырылмаңыздар. Қанша қиын болса да істей беріңіздер. Ол маған емес, өзіңізге керек зат. Өздеріңізге керек зат ол. Менде де қиыншылықтар болды. Менде де далада жүрдім, тоңдым, қарным ашты. Бірақ Құдайға шүкір, іздеп осы компанияны тауып, міне жұмыс істеп, қазір өзіңіз табысымды көріп отырсыздар. Мен істеген затты сіздер де істей аласыздар. Тем более бұл жаңа ғана келіп отыр Қазақстанға. Енді бұдан ары қарай бұл дами береді. Сондықтан көштен қалып қоймаңыздар, істеңіздер, өздеріңіз істеңіздер, мен үшін емес, өздеріңіз істеңіздер. Әркім өзі үшін істейді мына бизнесті.
Сондықтан құрметті партнерлар, шындыққа енді тіке қарау керек. Мына өмірде жақсы мемлекетіміз жақсы болып, сіздерге ертең мә үй ал, мә машина ал, мә киім ки, мә тамақ іш деп ешкім айтпайды, ауздарыңызға ешкім әкеліп салып бермейді. Ол анық уже. Оған айтады ғой, жаңағы қиялда өмір сүріп керек емес. Шындықты шындық деп айту керек. Сондықтан енді өзіңізді ойласаңыз, бала шағаңызды ойласаңыздар, істеңіздер мына жұмысты. Бұны істеу керек. Қолыңыздан келсе де, келмесе де осыны істеу керек. Әйтпесе осы жаңағы міне адамдар қаншама айтып жатыр, мына 50 мың теңгенің туфли қымбат деп отыр мысалы. Бұдан да қымбаттар бар, әне 500 мың туфлилар бар. Барып көріңіздер, ана неге? Магазиндерге барып көріңіз, сол 500 мың туфлиларын кісілер алып киіп жүр. Неге киіп жүр олар? Неге оларда бар ақша, неге сізде жоқ, неге бізде жоқ? Себебі оларды біз сияқты жұмыс істеді, тоже қиыншылық көрді. Бірақ шықты ғой ситуациядан. Адам миын қосса, миын жұмысқа қосса, бүкіл мүмкіндік бар. Алла Тағала бүкіл мүмкіндікті берген, бәрі біздің миымызда тұр. Сондықтан 100 мың теңге, 200 мың теңге алып жүрген адамдарға айтам. Егер сондай зарплатаңыз болса, срочно жасаңыздар Атомида. Егер вообще қалтаңыз 0 теңге болса, срочно жасаңыздар Атомида жұмысты. Өйткені мынау қымбаттай береді, күннен күнге қымбаттай береді. Қазір көріп отырсыздар ғой. Бәрі кредит алып алған кісілер төлей алмай жатыр. Машинамен былай шықса штраф, күнде штраф төлеп жатыр. 7 мың, 10 мың мысалы кете береді штрафтар. Ол енді азаймайды. Ол азаймайды. Тамақ қымбаттап жатыр. Сондықтан егер де бұл жаңағы қиыншылықтан, осындай бір азаптан шыққыларыңыз келсе, Атомид жасаңыздар. Атомид жасаңыздар. Әйтпесе болмайды. Сіздер қиыншылық көресіздер, бала шағаңыз қиыншылық көреді. Егер жасамасаңыздар. Срочно жасау керек мына жерде. 10 мың теңге салып, сет құрсаңыздар болады. Бәрінің қолынан келіп жатыр, неге сіздердің қолдарыңыздан келмейді? Соны жасау керек. Қарапайым WhatsApp-пен ғана жасауға болады. Жарнама жіберіп. Бар материалдар толып тұр, YouTube-та толып тұр, міне WhatsApp-та күнде жіберіп жатырмыз. Ана Telegram-да толып тұр. Ерінбеңіздер, үйренбесеңіздер аштан қаласыздар ертең. Ешкімге керек жоқсыздар сіздер. Өздеріңізге ғана керексіздер, бала шағаңызға ғана керексіздер, басқа ешкімге керек жоқсыздар. Соны жақсылап түсініп алыңыздар.